Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум. Бүгін ислам дініміздегі қыз баланың және әйелдердің орны туралы айтатын боламыз. Ислам дінінде әйелдің алатын орны өте ерекше. Ислам діні келмей тұрып, сондай алдыңғы уақыттарда, алдыңғы замандарда әйел баласының, қыз баласының дәрежесі өте төмен болатын болған. Оларды қыз баласын адам құрлы көрмейтін болған. Әйел адамын сондай қор көріп төмен санайтын болған. Аяқ асты қылып ар-намысын таптайтын болған. Ислам діні келісіменен әйел адамның құқығын көтерген. Ислам діні алғаш уақыттардан бастап әйел затының жанұядағы әрі қоғамдағы орнын белгілеген. Өзі тиесілі міндеттерін нақтылап, ар-ұяты мен абыройын қорғаған. Сүйкімді қыз, сүйікті жар, аяулы ана ретінде беделін көтерген. Сол алдыңғы қауымдарда дүниеге жаңа қыз баласы келетін болса, оны намысты көріп, қыз балаларын тіпті тірідей көмген жағдайлар болған алдыңғы өткен қауымдарда, ислам діні келмей тұрып. Сол турасында Құранда арнайы Аллах тағала аят түсіріп былай дейді: кейбіреулері қызды болғандығы естігенде ашудан жүздері түтігіп, түнеріп кетеді. Бұндай жаман хабардың салдарынан ел көзінен тасаланатын. Бұл қорлыққа шыдап оны асырап бағу керек пе, жоқ әлде топыраққа көміп тастаған дұрыс па? Қараңдаршы, қандай үкімдері жаман деп Құранда осылай оларды айыптаған. Міне осы ислам діні келісіменен оның үлкен ауыр күнә екенін оны тоқтатып, қыз баланың дәрежесін көтерген ислам дінімізде. Демек, ислам діні алғашқы уақыттардан бастап қыз балаларға мейіріммен, аяушылықпен қарауға шақырған. Тіпті бір жанұядағы балаларды ұл қыз деп алаламауға, тәрбиелеудің өзі қыз балаларға деген зор көңіл бөлген. Алғашқы ислам діні алып келісіменен ең бірінші мұсылман болған адам ол әйел баласы Хадиша анамыз болған. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам да Хадиша анамызды сондай қатты сый құрметпенен жақсы көретін болған. Пайғамбарымыздың хадисі бар: ел менен теріс айналған кезде Хадиша маған сенді. Әркім айтқандарымды бекерге шығарған уақытта ол мені растады деп пайғамбарымыз Хадиша анамыз сондай, яғни дәрежесін көтеріп жақсы көрген. Және ислам дінін алғашқы қабылдаған осы Хадиша анамыздың артынша қыздары Руқия, Зейнеп, Күлсім, Фатима сияқты қыздары бірден осы дінді қабылдаған. Міне ислам діні осылай әйел баласының дәрежесін көтергендігі туралы айтылған. Және Айша анамыз да сондай ислам дінінде сіңірген еңбегі өте зор. Көптеп осы шариғатымыздағы бүкіл пайғамбарымыздың хадистерін жеткізген. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам өмір бойы ешқандай қызметшіні ренжітпегенде, ешқандай әйеліне де, яғни қол көтермек түгіл, яғни дауыс көтеріп сөйлемегендігін айтады. Аллах тағала айтады: сондай-ақ олармен, әйелдермен жақсы шығасыңдар, жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Егер оларды жеп көрсеңдер, сендердің жақтырмаған нәрселеріңде Алланың көптеген жақсылықтары болуы мүмкін деген Құранда аят келеді. Әйелмен қарым-қатынаста қалай болу керек екендігін айтады. Яғни отбасында бір кикілжің туған кезде сабырға келуге, әйелдің бір қылығы жайсыз көрінгенде қатты ашуланып, қателіктерге ұрынбауға шақырған. Жаратушы иенің қай ісінде де біз білмейтін талай хикметтері бар. Міне Алла елшісі былай дейді: мүмин ер кісі, мүмин бір әйелге ашуланып ренжімесін. Адам әйелінің бір мінезін ұнатпаса, басқа мінезіне риза болады деген. Сол сияқты тағы бір хадисінде пайғамбарымыз былай дейді: мүминдердің иман жағынан ең кәмілі көркем мінезде, ең жақсы, ал сендердің ең жақсыларың жұбайларыңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Әйелді қай кезде де сыйлауға, дөрекілік көрсетпеге, олармен жақсы тіл табысуға шақырған. Осы тұрғыда ақыретте күйеуі ұрған әйелдің жоқтаушысы мен болам деп пайғамбарымыз өзін, яғни әйелдеріне қол көтеретін, дауыс көтеретіндерді қатты сөгетін болған. Міне сол секілді айтады: кімде кімнің 3 яки бір қызы болса, соларға жақсы қараса,
ақыретте жұмаққа баратындығын айтады. Яғни қыз баланы тәрбиелеп, оны жақсы отбасыға күйеуге беретін болса, солай оның қыз баланы тәрбиелеген үшін оның жұмаққа баратындығын айтады. Құран кәрімде әйел мен еркектің ізгі амалдарына ақыреттегі сыйда бір-біріне тең екендігін айтады. Құран айтады, ерлердің әйелдердегі хаққылары сияқты әйелдердің де ерлерінде белгілі хаққылары бар дейді. Яғни әйел баласының да өзіне